Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен осындай керемет сметаник пирогын әзірлейтін боламыз. Дәл чизкейк сияқты ауызда еритін өте дәмді болып шығады. Ең алдымен бізге бір жұмыртқа, оның үстінен 50 грамм құмшекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Қоспамыздың үстіне 100 грамм ертілген сары майды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Және де 1 шай қасық қопсытқышымызды салып, оның үстінен шамамен 200-250 граммдай ұн кететін болады. Менде 250 граммдай ұн кетті. Сізде өзіңізге қарап